Бүгін бізде әлемге аты шыққан Дубай Молл сауда үйі. Осы жердің шамалы вайбымен сіздерді таныстырайық. Жалпы көлемі 1.200.000 шаршы метр. Ішінде шамамен 1200 бутик бар. Датывы үлкен, что ішінде осындай такси жүреді ғой. Туалеттердің өзі біздің ресторан сияқты ғой. Жалпы толық аралап шығу үшін 3 күн уақыт керек. Мына кісілерді негізі түсіруге болмайды. Ал бұл атақты Дубай Молл аквариумы. Жұрттың бәрі осы жерден көреді. Ішіндегі балықтарын, акулаларды, скаттарды. Бірақ бұл жерден көру ыңғайсыз. Ішінен көру қымбат. Но бірақ біз секретінің бір жерін білеміз. Осылай көруге болады ол жерден. Ал бұл жерде қалай табуды сіздерге арнайы видео қылып түсіріп қойдым. Жақында шығарам. Ол үшін жағына параша жазылып қойыңыздар. Әлемнің қымбат брендтердің бәрі осында. Michael Kors, Coach, анау короче. Ал мынау маған өте ұнаған инсталляциялардың бірі. Осында адамның бетін биоробот қылып істеген. Шынайы көрінеді. Бұл негізі не десеңіз, бұл жай ғана очки сататын дүкен. Очкалар жақсы, бағалары $50 жоғары. Достар, мынаған тағы бір қараңыздар. Қандай керемет өнер, е? Қандай әдемі істелген, шынайы. Фонтанды көру ең жақсы жолы. Әдемі көретін вид, ол Apple магазиннен көрінеді. Сондай код бар мына жерде. Қазір кіреміз. Балконда. Бұл жерде кіру үшін әжептәуір кезек күту керек. Себебі балконда орын шектеулі. Мыналар қойылған. Ал астында көру үшін ол жерде бойыңыз ұзын болмаса көру қиын. Адам өте көп болады. Бұл әшейін бұл бас жағы. Қазір адамдар мұнда көбейеді. Мұнда көпшілігі индустар мен индийцтар. Себебі Дубай болуына осылар көп үлес қосқан, яғни жұмыс күші ретінде. Қазірде жұмыс істеуге осында олар көп келеді. Үндістандықтар, пакистандықтар, Бангладеш елінен келеді. Әрине құр келмей өздерінің отбасын осы алып келеді, жақсы өмір көру үшін. Ал міне атақты Бурдж Халифа. 838 метр биіктігі, 163 этаждан тұрады. 2010 жыл салынған. Қазіргі әлемдегі ең биік ғимарат осы. Мұнда ішінде лифтпен көтерілуге болады. Құны $120-130 шамасында. Міне халық қандай көбейді. Бәрінің арманы осы фонтанды көру. Басталды. Ал міне сонымен күткен фонтанымыз басталды. Фонтан музыкалық шоу. Бірге азап тамашалайық, е?